Сүйек сорпасы пайдалы қасиетке ие бағалы өнім. Олай болса, сүйек сорпасының пайдалы қасиеттерін және оны қалай дайындау керектігін ұсынамыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сүйек сорпасының құрамында әртүрлі амин қышқылдары, аргинин, глицин, пролин, минералды және қоректік заттар бар. Сондықтан сүйек сорпасының детокс әсері бар. Жүйке жүйесін жақсартады, қатерлі ісікпен күресуге көмектеседі, тіс дегенерациясының алдын алады, жүрек денсаулығын жақсартады. Сүйек денсаулығын жақсартады, тері үшін өте пайдалы. Сүйек сорпасында коллаген құрамына кіретін амин қышқылдары көп. Ол буындар саулығына, шаш, тырнақ және тері саулығы мен жастығына қажетті коллагенге бай. Сүйек сорпасы асқазан ішек жолының шырышты қабығын қалпына келтіреді және рациондағы ақуыз жетіспеушілігінің орнын толтырады. Сүйек сорпасы суық тию мен тұмау және тамақтан улану кезінде ағзаны қалыпқа келтіреді. Бұл сұйықтықтың құрамында глицин мен пролин ағзадағы қабынуды басуға көмектеседі. Сондай-ақ бұл элементтер иммунитетті қатайтады. Сүйек сорпасы сүйектер мен тіске қажет кальций, магний және фосфор секілді минералдарға бай. Сүйек сорпасы тыныс алу жолындағы инфекцияны тиімді емдейді. Сүйек сорпасы желатинге бай. Желатиннің құрамына ішектердегі бактериялардың ішек қабырғасына жабысуын болдырмайтын және құрысулар, кебулер, газдар мен ас қорыту бұзылыстары сияқты асқазан ауруларын жеңілдетуге көмектесетін ас қорыту шырындары мен өт сұйықтықтары бар. Сүйек сорпасы сау және дұрыс ас қорытуды ынталандыру үшін өте пайдалы. Бауыр токсиндердің тұрақты шабуылына ұшырайды. Олар ақырында қанға ене алады. Сүйек сорпасы глициннің болуына байланысты, ол бауырдың оңтайлы деңгейде жұмыс істеуіне көмектеседі. Осылайша, ол бауыр арқылы токсиндерді шығару процесін жеңілдетеді. Сүйек сорпасын қалай дайындау керек? Сүйек сорпасы кез келген жануардың сүйектерін, тауық, сиыр, күрке тауық етін көкөністермен, дәмдеуіштермен және шөптермен қайнатады. Салқындатылғаннан кейін оны шыны банкаларға құйып 5 күнге дейін тоңазытқышта сақтауға болады. Видеоны соңына дейін көріп, бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.